Ұстама телефонымды. Кабинетке кіргізесіңдер. Тұр. Неге дұрыс кетсене? Тартпадың телефонмен. Жылсай, еркекке күшің жетпей ма? Жерде скорый шақырыңыздар, өз жерде арыз жазады дедің ғой. Капитансыз ғой? Көзімше ит қып атыр қызымды. Көзімше ит қып атыр. Тұрып па? Кірмей тұрып жылқысы жоғалады. Саламатсыздар ма? Бейне және аудио жазылымда Жаңыл Рахматулла жөн кезекші прокурор керек маған. Күтіп тұрмын я. Түсінбедім. Иә, заң жүзінде маған актарыңызды көрсетіңіздер ұсын. Ат жөніңіз? Атасаңыз ат жөніңізді? Иә? Маған тыйым салынған заңнамамен таныстырасыз ба өтініш? Аха. Аха. Не деп? Кән ол? Жоқ, мына жерде бір жазулы тұру керек шығар мен келіп атқан кезде. Қараңыз, Қазақстан Республикасы заңнамасы бойынша мына жерде бір наклейка іліп қоясыздар да, аудио бейне жазылым жүргізуге тыйым салынады деп. Ол жазылым шектеу жоқ болса, мен жүргізуге құқығым жарай ма? Кезекші прокурор бар ма орында? Саламатсыз ба? Жаңыл Рахматулла бейне және аудио жазылым жүргізуде. Таныстырыңыз өзіңіз, ә? Нажим Мұстар, аудан прокуратурасының аға прокуроры. Болды, жақсы. Так, капитансыз ғой? Дұрыс. Так, мына жақта мәселе болып жатыр. Қазпоштаның басшысы күш қолданыпты менің анама. Физикалық тұрғыда, иә. Соған 102-ге хабарласам, кезекші бөлініп ма? Кезекші бөлімнен келеді өзі, следователь керек, опер келеді, соны шақыр десем шақырмай тұр. Учаскелік инспектор жіберем дейді. Ал бұл жерде жаңағыдай қылмыс күш қолданып отыр ғой. Біріншіден сол бойынша, екіншіден жаңағы орнына барып, оқиға орнына баруды сұранам. Жаңыл Рахматулла бейне және аудио жазылым жүргізуде. Тұра тұрыңыз, 103 шақыр осы жерге. Қайқа отырғызып жатсың? Сол аудан полиция арыз жазуға дейді. Осы жерден аласыңдар арыз. Скорый шақыр осы жерге. Кім сіздер? Участок полиция инспекторы. Жақсы таныстырыңыз. Жетоныңыз қайда? Шешеңізге таныстырыңыз. Мені таныстырыңыз. Мен азаматпын ба осы елдің? Кімсіз сізде? Жетоныңыз қайда? Жоқ, осы жерде скорый шақырыңыздар. Осы жерде арыз жазады дедім ғой. Кетпейші шақыр. Сізге скорый керек па? Керек я. Керек я. Не осы жерде өз жұмыстарыңызды атқармай жатсыздар? Үш жаққа бармаңыз, тұрыңыз осы жерде, скорый шақырсын. Так, күзетші Жаңыл Рахматулла бейне және аудио жазылым жүргізуде. Таныстырыңыз өзіңіз. Жоқ, керек емес маған қолыңыз. Ат жөніңіз? Поштаға жіберіңіз. Избаев. Избаев па? Аха. Қандай агенттіктенсіз? Бейджик, жетон, нелеріңіз бар? Түсінбедім. Мына қару қандай травмат па әлде кәдімгі огнестрельный ма? Жақсы тексереміз оны. Жетон ма, бейджик ма бірдеңе болатын шығар күзетшіде? Или не азаматтық адам үстіне бір күзеттеген формат табаса күзетші болып қару тасып жүре бере ма? Енді? Таныстырыңыз енді. Таныстырып отыр. Ертің алыңыз. Ешқандай не жоқ. Таныстырыңыз. Шығып кетіңіз, өтіңіз. Так, кімсіз? Қару жарағыңыз айтасыз ба, қандай екенін? Келіңіз мына жерге жолдан кедергі кетпеге. Кім? Издибаев Самат Түгелбайұлы 283 күзет Protection Group. Қару айтсаңызшы, қандай қару екен? Травматты ма? Кәдімгі оқтық па? Огнестрельный ма айтсаңызшы? Травмат па? Басшылықтарыңыз кім? Басшылық роботаға кетті. Жаңа ғана ма? Ана мынау сізге тиіскен ба осы ма? Екі рет телефонымды тартып алып ит қып сүйреді. Бастығы ол да жүгіріп кеп екеуі бірдей сүйреп. Бастығы менің білегімді жылды кеп сүйреді кеп. Қазір камераны анықтаймыз. Өшіп қалған болып жүрмесін аяқ астынан. Сүйреді. Қай этажға шықтыңыз, ана 1 ма 2 ма? Екі рет телефонымды тартып алды, жұмалап. Тиістіңіз ба? Анамыз қаншада? Үйрік орындай какой-то охранник болды. Анамыз қанша жаста? Балам шығады, шығарам. Балам жасын, анамыздың жасы қаншада?
мына Іздібаев Самат деген күзетші, мен какой-то күзетшімін ғой дейді, приказ берді, орындадым дейді. Сонда мөлемсіп жауапкершіліктен құтылып кетем деп ойлайсыз ба? Сонда сізге заңсыз бұйрық берілсе орындай бересіз ба? Ат десе ат тастайсыз ба? Поштаның бастығы. Кім аты жөні? Нұрлан. Сол кісі бізге малымды бақ деп келді да. Бірінші қашан келді? Бір үйір жылқысы жоғалады бұл кісі. Қашан? Сіздерді қашан жалғалды? 23 жылдың тамызында. Сосын августтың 5 күні бір үйір жылқысы жоғалады, соған келеді. Сіз жұмысқа кірген уақытыңызда ма, кірмей тұрып па? Кірмей тұрып жылқысы жоғалады. Сөйтіп жылқысы жоғалғаннан кейін мен күйеуіме келіп, Ержан, әнем ойбай сен мына тауып бер дейді, бір үйір жылқысын тауып әкеледі. Қазір тұра тұрыңыз, келесі прокурор шақырдыңыз ба, басшысын? Кім алып кетті оны полиция учаскесіне? Департаменттеріңізде бөлім ба? Кісі айтып тұр ғой. Өз еркімен ба, өзі шақырдыңыздар ба орнына? Болды. Мынауыңыз жылыпты ғой. Мынауыңыз қайсысы, бастығы ма, мынау ма? Мына охранник мынау ма? Жарайды. Мына аяғында көкпенбек қылған жылқысын тауып әкелді, күйеуім барып. Сіздер әлі жұмысқа кірмеген едіңіздер ол кезде? Кірмеген тұғымыз. Одан кейін жаңа бізде вообще жұмыс болмай қалды да, осы кісі 80 мың төлеймін, мен жылқыма қара деді. 80-дей жылқысы бар бұл кісінің. 6 үйір жылқысына қарадық. Одан кейін 238 бас майда мал әкеп берді бізге. Осыны бір ай қарап беріңдер деп. Сөйтіп сиыр 14 сиыр әкелді. Сөйтіп әні төлейм, мені төлейм деп ойғырман 90 мың бір аударды Каспийге. 10 мың теңге лақтырды. 10 мыңды Каспийден ма? Қолма-қол ақша алдыңыз ба, алған жоқсыз ба? Тек қана Каспийден ма? Өзінің атынан аударып жүр ғой? Әйелінің атынан. Әйелінің, Балашағым ауырып қап больницаға түскенде жалынып сұрап алдым. Қанша балашағыңыз бар? 4 балашағым бар. Ойбай, маған ақша керек. Ақша беріңізші деп маған 50 мың лақтырды. Одан кейін үйде етім таусылып тұр деп бір қой сұрап алдым. Жарайды, мекен жайын айтыңызшы, қайда ол? Қайда болды ол? Постыгайда. Постыгайда ма? Қай жерде ол? Құмкентке кететін жерде ма? Құмкентке кететін жерде, Постыгайда. Сол жерде отырамыз. Енді бас аяқ қанша ақша қарыз және қанша ақшасын алдыңыздар оның? Бізге ойғыры 200 мың берді. Одан кейін біз 350 мыңдай беру керек болсын. 350 мыңдай ма? Қазір соны сұрап келсеңіз? Соны сұрап келсем, сұрап WhatsApp-тан жаздым. Сен мүсәпір болып, менен ақша сұрама деп ол кісі менің намысыма тиді. Бар ма ол хат? Бар. WhatsApp-ымда бар, телефонда. Сен мүсәпірсің, бір білесің, сөзбен община ала береді. Сосын кейін мен ол кісіге роботыдан да звондағам, бұл кісілерге жай ақшасын бере сал, келістің ақыр деп. Онда да бермеді. Күйеуімді шақырып алады, мен әні апарып берем, мені апарып берем деп алдайды осы бізді. Енді бүгін деп жай сөйлейінде сұрасақ бермеді. Кезекші прокурор, жедел жәрдемген? Прокурор болса, мұна охранник айтады, мен 2 рет сүйреп телефонды... Кезекші топқан сомен? Осы жерде тұр, осы жерде. Асансыз, уалейкум ассалам, Жаңылбек Рахметұлы, бейін және аудио жазылып жүреді, естімеген болсаңыздар. Созақпен полиция бөлімі анықтаушысы, полиция аға лейтенант Қамаш Сержан Созақбайұлы. Жақсы, номер 07940 2025 жылға дейін. Дознаватель, се? Созақ полиция бөлімі жедел уәкілі Тұрсынмұхамед Саев. Жақсы, болды біреулеріңіз жетеді, криминалистқа, Так, жедел жәрдем шақырдыңыздар ма? Қазір шақырылды. Мен салып сендерге айттым, мен сендерге салдым. Ендігі Ержанды саласың, менің балашағым көрдіңіз? Түсіремін. Бұл білесіз ба бұның қайқа кететін? Генеральный прокуратураға кетеді, антикоррупционный агентствоға кетеді, Верховный сотқа дейін кетеді, прокуратураға кетеді, Министерство МВД-ға. Сіз қалай мүсәпірсін деп бүйтіп унижать етіп жүрсіз? Егер адал болсаңыз неге қорқасыз? Қойыңыз жаңа, келінім деп атыр едіңіз ғой? Келінім деп атыр едіңіз ғой? Күйеуіне арақ ішкізіп сөйтіп мазақ қып жүрсін ба? Алып кетесіз, бірақтан айтпады демеңіз. Ана бастығыңызбен қосып, мына жұмыстан кетесіз, мен сізге айтайын. Бастығыңызбен қосып тұр. Төлейсіз ба, төлемейсіз ба? Еңбек ақысына шетте әкел бері. Жоқ, еңбек ақысын ешкім. Біз жұмыс орнына келіп қақымыз жоқ. Жұмыс орнына келіп қайтар. телефон түсіруге болмайды жүрген.
Қазпоштаның бастығы ма? Иә. Малым баққан, бірақ та ақшасын жалақысын бермеген, иә. Соған менің анам мына әпкенің туыс әпкесі. Заңдық хабар бар адам шақырған ғой. Адвокат жалдауға ақша жоқ енді. Түсіндіңіздер ғой, ақша жоқ адамның. Қазір соған келіп тұрса, физикалық күш қолданып, не oldu? Анау саусағын тигізді ма жоқ па? Жылмалап ит қылды ғой әбден. Екі рет телефон жылып алып жерге көрсеткізді әбден. Қайда барсаң онда бар дейді. Қайда барсаң онда бар. Бізде бәр жерде осындай дейді. Өстіп шығарып салады дейді. Бұл Іздібаев Самат деген өзіне сенімді болып тұрған себебі оқиға, яғни қылмыстарын Смайлов Нұрланның, яғни Қазпоштаның директорының кабинетінде жасаған қылмыстарын, ал онда камера орнатылмаған. Ал менің анам камерасына түсіргенін, бұл жаңағы Іздібаев Самат деген мен анашымның қолындағы телефонын бірнеше рет жұлып алып жерге тастаған. Соның себебінен телефон сынды деп есептеп тұр. Ал біз флеш-памяттен жаңағыдай бәрін не болған, қалай болған түсірілген бейне жазбаларды шығарып алдық қой. Бірақ бұл оны білмегендіктен осындай сенімді болып тұр ғой, тиіспедім деп. Өз жазады. Қай жерге барып жазамыз? Келіңіздер, нәжіс. Ыққа ма? Ішке. Ешкімнің тек ата бабасынан қалған мекеме емес мынау. Қашып кетіп отыр. Кінәсі жоқ болса қашарма осылай. Камералар өшіп кетіп жүрмесін. Кезекші прокурор жұмыс істеп жаңа ғана кезекшіні естідіге. Жоқ, вдруг істемей қалған болып жағдай болып жүрмесін, жаңа күзетшіні естідік қой істейтін, е? Жаңа видеоларды бірінші болып алу үшін аты жөнімді қатесіз жазасыздар. Іздеушіге басып, Жамил Рахматулла деген арнаға подписаться дегенді басасыздар. Вы подписаны дегеннің үстінен тағы да бір рет басып, төменгі жағында уведомление деген тұрады. Сол уведомленияда все дегенді басасыздар. Міне, шыңғырлауық мынандай түсті болу керек, аппақ. Сол кезде бүкіл хабарламаны алып отырасыздар. Демей қалды деп жүрсеше. Енді ол мән жағдайда қосымша тексереміз, бірақ ешқандай ондай істемей қалды деген мән жай орын алмау қажет. Өйткені Қазпошта болғандықтан 24 сағат істеп тұру керек, қосулы күйде. Егер де істемеген жағдайда бұлар актімен өткізу керек. Істемеді де. Бір күннің үстінде жөнделу керек ол, тез арада. Дәл бүгін істемей қалды, дәл осы сәтте десе не дейсіздер? Бір сағат бұрын мән жай орнамайды деген ойдамын енді. Қазір қызметкерлері растап тұр ғой, камераларын істеп тұрған. Істеп тұр. Растап тұр ғой. Просто СБ-міз келсін, содан рұқсат алуымыз керек деп тұр. Мен келемдағы 3 минут жолғанда жай ғана культурно сөйлесем де кетем деп ойладым. Жай ғана. Қазір травматологқа көрінеміз бар. 3 минут сөйлесем де кетем деген. Сөйтсем көзімше ит қып атыр, қызымды. Көзімше ит қып атыр. Қайдан шығардың заңды түсіруге болмайды деп, менің қолымнан жұлшы. Жұлсай? Еркекке күшің жетпей ма? Қайда барсам онда бар дейді. Не бауырым? Қандай бауырсың сен, мен шешем жұлқыладың ғой. Маған мен тапсырма берді, мен бұл кісіге... Саған ат тұста десе болды ма не? Сен күзетшінің міндетін білесің бе? 102-ге звондайсың, болды, сен саусақ тиісе алмайсың адамға. Бұйрық берді, шығар жіберді. Сенде телақсың ба не, бұйрықты орындайтын? Кімсің сен? Кімге бағынасың сен? Басшыға бағынам мен, болды. Басшының фамилиясын білмейсің ғой сен? Білдіңіздер ғой, жаңа жазды ғой бәрін. Күш қолданса енді еркекке. Қайда барсаң онда бар, бәр жерде өстет дейді, маған айтады. Осындайсыңар ма? Апа, үйтіп жала жаппаңыз. Жала емес, түрген әншінде. Көрсетем мен, түсіріп атқанда қолынан тартып алдың, 2 рет қирата жаздадың телефонымды, 2 рет. Екеуің жабылып тұр, мені итеріп тұр. Кабинетіне камера бар ма басшының? Қалай білмейсің мырзаңның кабинетін? Камера қояр, мынандай тірлік істейтін адам. Шөкті камера. Жанбол Рахматулла аты жөнім. Жаңа көрген оқиғаларыңыз 8 қаңтар орын алған еді. Бүгін 10 қаңтар. Халқыма алғысымды білдірем. Комментте, яғни пікірде қолдауларыңызды көріп жатырмын, жылы лептеріңізді сезіп жатырмыз. Жаңа оқиған өздеріңізде естідіңіздер. Менің анашымның туыс сіңілісі көмек сұраған болатын. Адвокат жалдауға қаржысы болмағандықтан, еңбек ақысын ала алмағандықтан, менің анам өмір бақи мұғалім болған соң бір бөлімше Қазпоштаның басшысы ғой, Смайлов Нұрлан, бір мәдениетті түрде жеткізейін, мәдениетті адам шығар,
әдептілікті білетін шығар деп алдына Алматыдан барады. Жаңағыдай, балам, адамның еңбек ақысын жеме, маңдай термен таққан әйелі, күйеуі, 4 бала шағасы саған, сен малдарыңның өсіруіне, көбейтуіне, қорғауына өздерінің маңдай терлерін төкті. Енді сол ақларын 10 000 теңгеден болса да бөліп беріп тұр десе, еңбек шарттарың жоқ, келісім шарттарың жоқ, қолдарынан келген жасалыңдар. Мен күйеу балам аудандық әкімнің орынбасары, жасай алатындарың жасалаңдар депті. Жаңағыдай анам бейнеге, видеоға түсіре бастаса, жаңағыдай прокуратураға шағымданамыз, полицияға, сотқа шағымданамыз десе, олардың құны ішінен айтып отқан шығар, я деп отыр ғой, ішінен, я олардың мынаның құны бір түйе, мынаның құны бір жылқы деп ішінен я деп отқанда өздеріңіз де көрдіңіздер ғой. Сондай мінез көрсетіп отырыпты. Камераның қосқаннан кейін ішіне жыңгіргендей болып, күзетшісін шақырып, 2 күзетші келген, біреуінің ақыл-есі дені дұрыс болып, ішке кірмеген, өзінің міндетін білет. Күзетші ешқашан адамға күш қолдануына, физикалық күш қолдануына, саусақпен тиісуіне құқы жоқ. Ал екіншісі, жаңағы басшысын қорғап, күш қолданып, анамның қолынан телефон бірнеше рет жұлып алып, тастап, камера, басшысының кабинетінде камера жоқ екен пайдаланып, камера арқылы көріп алыңдар деп тұр. Ал анамның телефоны бұзылса да біз жаңағыдай флеш-память дейді, содан барлық түсірген видеоларды қалпына келтіріп алдық. Енді қазір мен түсінбей тұрған мынау. Менің анамның түсініктемесі полицияға Созақ ауданының Шолаққорғандық. Бастықтың өзі Розаны қуып сүйрей бастады. Күзетші мені бас салып сүйрей бастады, қолынан телефонды жұлып алды. Мен, дейді, сендердің мұраға қалған почталарың емес, өкіметтің, халықтың почтасы деп едім. Екеуі жабылып сүйреді. Күзетші оң қолыма жармасып тағы да сүйрей бастады. Ал бастықтың өзі менің сол білегімді қатты ұстап, қысып, жұлмалап, екеуі екі жақтап дуалға соғылдым, дейді. Ал енді мына полицияның ұйғарымы. Бұл жерде тек қана Смайлов Нұрланға қатысты арыз жазылғандай болып тұр. Енді еңгезердей жаңағы бойы 2 метр тепсе темір үзетін күзетшіні істен алып тастағылар келіп отыр ма, түсінбедім. Немесе аты жөнін білмей, мына жаққа қосуды ұмытып кетті ма. Ал жаңағы Қазпоштаның директоры Смайлов Нұрланды Google арқылы іздеп көретін болсақ, Аманат партиясы, яғни Нұр Отандық, бұрынғы Нұр Отан Назарбаевтың кезінде жұмыс істеген, қазір Аманат Тоқаевтың кезіндегі Аманат партиясында екен. Областной маслихат партийный список дейді, партия Нұр Отан. Яғни Созақ ауданының депутаты болған, немесе үміткер ретінде болған екен облыстық маслихатқа. Мінекей біздің Нұр Отандық, Аманаттық кезінде Назарбаевқа, қазір Тоқаевқа жұмыс істеп жатқан қызметкерлердің түрі осындай. Ал жаңағы сөзі аудандық әкімнің орынбасары күйеу балам дегені рас екен. Ағаділ сатып алды деген күйеу бала шынымен де аудандық әкімнің орынбасары екен, сатып алды. Қайдан естім бұны? Ең қызық мәселе, Іздібаев Саматта өз орында, яғни күзетте, Смайлов Нұрланда өз орында. Сонда Қазпоштада бір әдеп кодексі, этика деген жоқ па? Қазпоштаның басшылығы үшін бұл үйреншікті тірлік па? Қарапайым азаматқа күш қолданып, Қазпоштадан лақтырып жүру, Қазпоштаның басшылығы үшін әдеткі тірлік болып тұр ғой. Біреудің еңбек ақысын жеп отырған адам өз орында отырса, бұған сөз таба алмай тұрмын мен. Қалайша басқа сияр нәрсе емес қой. Әдеп кодексін өрескел бұзса, әкімшілік кодексті бұзса, қалай Смайлов Нұрлан, Қазпоштаның Созақ ауданының Қазпоштасының бастығы, қалай өз орнында отыр? Осыған жауап беріңіздерші. Тиісті органдар, Ген прокуратура дейміз ба, жоғарғы сот дейміз ба, антикор дейміз ба, сіздерге арнайы осындай видео жасау керек сияқты ғой. Сіздер по факту тек қана бізге қатысты, бізге қарсы видеоларға жұмыс істеп, ал біздің
осылай арнайы аттарыңызды атамасақ жауап бермейсіздер ма? Полиция департаменті, Қазпоштаның басшылығы қалай Смайлов Нұрлан әлі өз орнында отыр? Әкімшілік кодексті бұзса, әдеп кодексін бұзса. Сонда ол нормальный нәрсе ме? Біреуді барып еңбек ақысын берсейші десең, сен лақтырып жібереді да, сосын ары қарай жұмыс істей береді. Не болып кетті сонда? Адамның құны бір тиын, көк тиынға тұрмағаны ма? Байлар сол күйі билеп жүре бере ме? Адамдардың құқығының теңдігі қайда? Түсінбедім мен. Тоқаев осындай режим орнатып отқан, сізге үлкен рахмет. Жақсы, байланыста боламыз. Жамбыл, рахматулла.